Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен бүгінгі күнде өте хит болып жатқан, өте оңай дайындалатын тюльпан самсасын әзірлейтін боламын. Тюльпан самсасы дайындалу жолы өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Сіздерде үй жағдайында дайындап көруге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, видеоны соңына дейін менімен бірге тамашалаңыздар. Самсамызға қажетті ингредиенттердің мөлшерін мен төмендегі описанияға жазып қалдырамын. Салмасына тартылған ет және жуаны тартып алып, бір-біріне қосып араластырып, оның үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Менде бұл жерде тұз және қара бұрыш, одан кейін паприка қостым. Осы салмасына жаңағы барлық тұздықтарды салғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Самсамыздың ішіне салатын салмасы дайын болды. Енді қамырымызды пышақпен кесіп аламыз. Осылай бөліктерге бөліп, сосын қолымызбен дөңгелетіп, осылай дайындап аламыз. Енді оқтаудың көмегімен барлық қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымызды дөңгелетіп жайып алғаннан кейін шетін пышақпен кесіп, бір бұрышына салмамызды салып, самсамызды дөңгелетіп осылай түйіп шығамыз. Самсаның бұл дайындалу жолы өте оңай, әрі тез дайындалады. Самсамыздың барлығын осылай дөңгелетіп түйіп шығамыз. Енді барлық самсаны түйіп алғаннан кейін формамызға майымызды жағып, барлық самсаларымызды тізіп болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып алғаннан кейін 180 градустық пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Біздің самсамыз дайын болды. Самсамыз өте дәмді, әрі сочный болып шығады. Сіздерде үй жағдайында әзірлеп көріңіздер. Өте дәмді, әрі тез дайындалады. Каналыма жазылып, пікір жазыңыздар. Ас болсын.